Ассалаумағалейкум баршаңызға. Бүгін бізде шоуда Mazda MPV. Mazda MPV көлігі 1999 жылдан бастап 2006 жылға дейін MPV көлігі жалпы нарықта Еуропа және Америка және Жапонияның нарығына арналған. Дәл қазіргі мына машина 2004 жылғы Америка нарығына алған. Объемы 3 литр. Объемы 3 литр, 6 цилиндр. Бұл Mazda MPV комплектациясы, ES комплектация. Қазір мені көрсетеді. Берген. Газ орнатылған, бұда 6 цилиндр, 200 аттың күші бар. Бұл машинада бұл комплектациясында 17-лік дискі. Комплектациясы артқы 3 орын, ортаңғы 2 орын және багаж 330, яғни бізде бұны қазір бізде такатка және 60 литрлік газымыз бар. Бұл көлік туралы айтатын болсақ, бұл қазір 2004 жылға ES комплектация ES бізде 17-лік дискі. Бұл жерде америкалық нарыққа шыққан машиналардың көліктерінің ішінен ең комплектациясы, ең жақсы ES комплектациясы. Ода кожасы былғары, велюр емес және 7 адам арналған орындық. Ряды 2 ряд, 2 адам отырады, водитель және пассажир, және 2 пассажир отырады, және 3 артқа 3 орын бар. Машинаның жағдайы жаман емес өз жылдарына. Бұл да милмен орнатылған. 141.394 мил. Және мынадай нелері бар. Мыналар жұмыс істемейді, біреуі жұмыс істейді, біреуі жұмыс істемейді. Мына жақ есік жұмыс істемейді. Және присоскасы барлығы жұмыс істейді. Мына жақта өздерінің арнайы рейлинг бар. Арнайы рейлингтер бар. Мынада присоскасы барлығы жұмыс жасайды. Ортаңғы сиденьелер трансформер. Яғни кез келген бағытқа да істеуге болады. Орнатуға. Бұлдың көліктердің нелері Toyota Estima және Toyota Ipsum минивендерден және Largus. Бірақ Largusқа қарағанда мен өзімнің ойым, бұл машиналар әрине 3 литр және коробка автомат болғасын қала ішінде сұйық отын тұтыну шамамен мен целый жүрдім 16-17-ні жейді. Тіпті 10-ға дейін. Ал трассада 9-10 литрдің жобасын жетті. Газды әрине. Бұл 95 қоясыз. Тек бірден 92-ке, бұлай 92 де болады, бірақ дегенмен шама келсе газбен жүргенсін 95 қоямыз. Бірыңғай бензинмен жүрмейміз бұл машинада. Сол себептен 95 қоямыз. Жақсы машина, өте жақсы көлік, Mazda MPV. Бұның ходовка жағын айтатын болсақ, мысалы мен тормозной колодка алдым, артқы ол 6000 теңге, 5000 теңге болады. Ал алдыңғы передний, алдыңғы тормозный колодкалар бұлар шамамен 10.000 теңге, 9.000 теңгеге болады. Сондай ходовка жағынан, в основном ступицам подшипнигі мысалы 4000 теңге болады. Сондай өзім көрген ходовкалар айтайын. Мотор жағынан заказ бересіз. Комплектациясы бойынша бұл жерде қызығы Android орналастырылған. Және климат контроль, 2 климат контроль, алдыға, артқа және өзінің абдуы бар. Мына жерде міне қосып, артқы болуға, қосуға, кондиционер жұмыс істеп тұр. Пеш, 2 пеш, 2 кондиционер бар бұл жерде. Және бұл жерде мына тетік, бұл бізде артқы лобовое стеклоның, зеркаланың жаңағы қыздыратын, мынау кондиционер есі. Климат мультирулдарында круз контроль барлығы жұмыс жасайды. Барлығы жұмыс жасап тұрады.
мына жерде 2 подстаканник, мына жерде днище жасалынған. Және айта кететін жағдай, бұл бардачоктарында барлығы немен подсветкамен бардачок. Және люк бар бұда. Өзінің естима жаңа басқа машиналардан қарағанда ең жақсы несі бұның коробка автоматы 5 ступка. Объем 3 және 5 ступка автомат. Мына жерде ортасында капитанский сиденье бізде. Капитанский сиденье бізде. Шолу осылай болды, кішігірім. Рахмет назарларыңызға. Егерде алдағы уақытта тағы да шолу күтетін болсаңыздар, пікір білдіріп кетіңіздер. Өздеріңіздің кез келген көлікке шама келсе шолу түсіретін боламыз.